Сәлем оқырмандарым. Әрбір өткен оқиғалар мені бір керемет бағытқа қарай тәрбиелей бастады. Жоқты да көрдік, барды да көрдік, бірақ бұл жерде алған сабағымыз қандай деген өзіме ой түйіндейтінмін. Мен кіммін, не істеп жүрмін, өмірге неге келдім деген сұрақпен үнемі мазалайды. Жалғыз ғана ішіп жеу емес қой, адамзат баласына екі түрлі нәрсе екі түрлі адам болады екен да. Біреу ішіп жесем дейді екен да, біреу көрсем білсем дейді екен. Енді көріп білген өз алдына біз осы бір алған тәжірибемізден ұрпағымызға саналы түрде тәрбие қалдыратын болсақ, ол оны алатын болса, қоғамның жартысы ананың осы бір керемет тәрбиелеп өсірген ұрпақтары елге қызмет ететін болса, адамзатқа пайдасын тигізетін болса, жақсылық жасайтын болса, елімізде керемет сондай бір қабілеті бар азаматтарды шығарып, олар сондай бір жүзеге асыратын олардың кәсіптері немесе істері болатын болса, біздің Қазақстанымыз, ата тегіміз қалдырып кеткен батырларымыз күресіп осы қоғамды, осы жұртты, халықты қалыптастырғанда, осы дархан даламызды алып қалған кезде бізден сол керемет түптің түбінде жеті ұрпағымыз дейді, яғни шежіреміз арқылы ұрпақтарды шығарып, ол ұрпақтардың ақылды болуын, парасатты болуын, және де қыздарымыздың өсіп ертеңгі күні ибалы қыз, инабатты қыз, одан кейін мейірімді ана болуын, ұрпақ тәрбиелеуін осы бір жалғастырып келеді. Біз соны қолға алып, осы бір бағыттарымызда ұстана білуіміз керек. Жоқ деген нәрсені менде болмай жатыр, мен қиналып қалдым, мен садақа бере алмаймын, беретін болсам үнемі беріп отыратын едім, мен бай болғанда ғой бәріне көмектесетін едім деп. Адам бай болмай тұрып көмектеседі. Яғни тіпті құстарыңды бүгінгі ішіп отқан нан қалады, нан қалады, үйде макарон қалады, құстарға тамақтандыр. Жоқ жұтаң адамдарға айтады ғой, өзіңнің ішіп отқан асыңның ең қайырлысы садақаның өзіңнің ішіп жеген асыңмен бөлісу дейді. Асыңмен бөліс. Болмаса күлімсіре, болмаса жақсы сөйле. Бұл өмірдегі барлық нығметтер өзімізге арналған. Бізге Алла тағала осындай керемет өмірді сыйлады. Бірақ осының қайырлы болуын қалауын жасайтын бізді. Яғни адамзат баласы өзін жақсы түсінетін болса, өзін жақсы көретін болса, өзгеге де сол шынайылықты, сол шынайы болмысты тілейді, және сол адамдармен сол ізгі ортада болады, және жақсылық жасайды. Сондықтан баршаңызға сәттілік тілеймін, күндеріңіз керемет болсын, керемет сәттер көп болсын, әдемі көңілді өмір сүріп, өмірге жылы көзқараспен қарап, махаббатпен, құштарлықпен өмір сүріңіздер, сәттілік тілеймін.